Мыңжасар Асқаров 1945 жылы 17 ақпанда Түркістан облысына қарасты Созақ ауданы Жарттөбе ауылында дүниеге келген. 1968 жылы арнаулы орта мектепті бітіріп, Шымкент қаласындағы химия технологиялық институтына түсіп, инженер құрылысшы мамандығы бойынша бітірген. Алғашқы еңбек жолын Шымкент қаласы Қорғасын зауытында инженер-конструктор, аппаратчик болып 12 жылдай еңбек еткен. 1971 жылы Мыңжасар Асқарұлы өзінің туған жері Созақ ауданына ауысып, құрылыс мекемесінде шебер, соңынан құрылыс инженері болып еңбек етеді. Ал 1977 жылдан 1984 жылға дейін ауданның бас сәулетшісі, 1984 жылдан бастап аудандық партия комитетінің партиялық бақылау комиссиясының төрағасы, ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, аудандық кеңестің ұйымдастыру және тұрақты комиссиясының меңгерушісі және нөмірі 23 ПМК мекемесінің басшысы болып ұзақ жыл қызмет етті. Осы бір кезеңде мол тәжірибе жинақтап, қоғамдық өмірге белсене араласып, саяси сауаттылығымен танылады, әрі іскер, талапты басшы ретінде көрінеді. 1984 жылдан зейнеткерлікке шыққанға дейін 20 жылдай аудан орталығы Шұлыққорған ауылының әкімі болып қызмет атқарған. Алғашқы кітабы Ақ жауын атты есіммен 2002 жылы жарық көрсе, қайта оралған көктем атты жыр жинағы 2004 жылы оқырмандарға ұсынылды. 2007 жылы Құлагер атты 3-ші кітабы кітап баспасынан шықса, 2010 жылы Нұрлы жаңбыр, Ер едіге кітаптары, ал 2012 жылы Өмір керуен кітабы өмірге келді. Мұнан кейін ұрпақ тәрбиесі мен жастарды патриотизмге тәрбиелеу жөнінде бірнеше кітапшалары жыл сайын жарық көрді. 2015 жылы ұрпақ тәрбиесі ұлт тағдыры, 2016 жылы мен елімнің патриотымын, 2017 жылы ұлы дала мәңгілік ел, 2018 жылы болашаққа берік қадам, отбасы құндылықтары тақырыптарына арналған кітапшаларын оқырмандарға ұсынды. Прозада Зейнеп атты туындысы жарық көрсе, Мұхтар Мағауиннің Аласапран романынан Созақтағы кеңес, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан Құнанбайдың белгісі, сонымен қатар Үміттің өлімі трилогиядан әдеби көркем драмалық қойылымдардың авторы атанған. 2014 жылы Абылайхан прологынан сахналық пьеса жазып ұсынды. Қайдасың көріпкел Қауғашбай атты сатиралық драмасы, тосын сыйлық прозалық әңгімелері баспасөз беттерінен жарық көрді. Мыңжасар Асқаровтың әуесқой сазгер ретінде де 10-нан астам әндері бар. Ақбикеш меркі, Сағыныш сазы, Сырлы әуен сағынышы атты әндері аудан, облыс сахналарында айтылып жүр. Көне тарих күмбірі тақырыбында мақалалары облыс, республика газет беттерінде жарияланған. Айбарлы да айбатты осынау теріскейдің төл перзенті Мыңжасар Асқаровтың бүкіл еңбек жолы ел игілігі жолында болса, өнер саласында да атқарған жүгі жеңіл емес. Құлыншақ Кемелұлы атындағы шығармашылық бірлестіктің төрағасы, сонымен бірге мемлекеттік мекемелер қызметкерлері кәсіподағы аудандық комитетінің төрағасы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Созақ ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы еңбек ардагері, есімі оңтүстік элитасы кітабына енген. Таңның 50 жылдығы, Лениннің 100 жылдығы, тәуелсіздіктің 10-20-25 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясына 10-20 жылдығы, Астананың 20 жылдығымен қатар оңтүстік Қазақстан облысына сіңірген еңбек үшін медальдің иегері. Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаты мен оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің және мәслихатының құрмет грамотасымен марапатталған. Халықаралық Россия, Беларусь, Украинамен бірлесіп шығарған энциклопедияның ең таңдаулы азаматы атағының иегері.
басқа да бірқатар медальдармен марапатталған.